Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Маған сұрақ келді. L-тироксин, эутирокс, левотирон болсын, бұның бәрі қалқанша без гормонның синтезделген түрі. Солардан шығып кетуге бола ма, яғни осыларды тастап кетуге бола ма деп. Бірінші, қандай жағдайда біз ешқашан L-тироксинді, эутироксты отмена жасамауымыз керек. Біріншіден, ол толық немесе қалқанша бездің бөлігі операциямен алынып тасталған жағдайда. Екінші, радиотерапия жасалған кезде қалқанша бездің бөлігі зақымданған болған жағдайда және қалқанша безі атрофияға немесе гипоплазияға ұшыраған жағдайда L-тироксинді, эутироксты үнемі ішіп жүруіміз керек. Себебі қалқанша безі функциясы жұмыс жасалмайды. Сол себептен біз сырттан қалқанша без гормонын ішуімізге тура келеді. Осы жағдайда отмена жасауға болмайды. Қандай жағдайда жасауға мүмкіндік бар? Біріншіден, егер сізде антитпо, антитгіңіз өте жоғары болмаған жағдайда, кейбір адамдарда 500, 600, 1000 болып кетеді. Және ТТГіңіз 6-7-ден аспаған жағдайда, сонымен қатар қабылдайтыныңыз L-тироксин, эутироксыңыз 50 микрограммнан аспайтын болған жағдайда, және де УЗИ-да динамикасында қалқанша бездің көлемі кішіремеген жағдайда, және операциямен жаңағы айтып өттім ғой, радиотерапия мен операция болмаған жағдайда L-тироксин, эутирокстан шығуға мүмкіндік бар, және бұл дәрігердің бақылауында болу керек. Себебі сіз қабылдайтын L-тироксин, эутирокс болсын, бұл Т4, яғни қалқанша бездің белсенді емес формасы. Ол біздің ағзамызға түскеннен кейін белсенді формаға ауысу керек, яғни Т3-ке айналу керек. Т3 Т4-те қарағанда 3-4 есе белсенді. Біздің бүкіл қалқанша бездің бүкіл функциясын осы орындайтын Т3 болып табылады. Сол себептен сіз мысалы аитпен өте көп жылдар бойы ауыратын болсаңыз, уақыт өте келе қайтадан гипотиреоздің симптомдары пайда бола бастайды. Себебі сіздің қабылдап жатқан Т4-іңіз Т3-ке айналмайды. Ол көп Т4 болып жинала береді, бірақ Т3-ке айналмайды. Т3-ке айналмайтын себебі бірнеше себептер бар. Ең бірінші себебі асқазан қышқылдығының төмендігі. Екіншіден, Т4-тің Т3-ке айналу үшін біздің ағзамызда микроэлементтер, витаминдер қатысады. Солардың жетіспеушілігі болмау керек. Олар қандай витаминдер? Олар ең біріншіден темір, тирозин, йод, селен, мед, витамины группы В, йод. Осылардың жетіспеушілігі болмаған жағдайда Т4 Т3-ке айнала алады. Көп адамдарда витамин Д жетіспеушілігі болады, темір жетіспеушілігі болады, йод жетіспеушілігі болады. Осылардың жетіспеушілігінен Т4 Т3-ке айнала алмай қалады. Сіз эутирокс, L-тироксинді көп дозада қабылдап жүрсіз, бірақ ол эффект, яғни әсері болмайды. Өйткені Т3-ке ол айналмайды. Сонымен қатар асқазан қышқылдығы төмендігі жағдайда. Мысалы, сіз L-тироксин, эутироксты аш қарынға ішесіз, 30 минут қалғанда ішетін болатын болсаңыз, мысалы, ол асқазанда сіңіріп үлгермейді. Сол себептен де әсері болмайды. Осы жағдайларды ескерулеріңіз керек. Т3-тің Т4-ке айналу үшін жағдайларын жасауыңыз керек. Ешқандай витаминдер, микроэлементтер дефициті болмау керек. Жалпы Т4-тің біздің ағзамызда түзілуі үшін біздің ағзамызға темір, йод, тирозин, мед, селен, цинк, витамин Е, С, Д, В2, В3, В6 осылардың бәрі Т4-тің түзілуіне қатысады. Сіз мысалы Т4-ті L-тироксин, эутирокспен қабылдайтын болсаңыз, ол Т4 Т3-ке айналу керек. Т3-ке айналу үшін витамин А керек, Д керек, В12, В2, В6, йод, темір, селен, цинк. Осылар Т4-тің Т3-ке айналуына септігін тигізеді, яғни қатысады. Сонымен қатар тек қана Т3-ке айналған күннің өзінде де ол біздің клеткамызға сіңу керек. Ол клеткаға сіңу үшін витамин А мен цинк керек. Осы витаминдер, микроэлементтер жетіспеген жағдайда
Т4 Т3-ке айналмайды. Сіз мысалы эльтироксин, эутироксты 50 ішіп атсыз, оны 75-ке көтереді, оны ішіп атсыз, ол көмектеспейді. Гипотиреозның белгілері әлі де бар, оны 100-ге көбейтесіз, 125-ке көбейтесіз, осылай көбейте бересіз, бірақ ол Т3-ке айналмайды. Себебі сізде может быть анемия болуы мүмкін, темір жетіспеушілігі болуы мүмкін, витамин D жетіспеушілігі мүмкін, йод жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сол себептен де осындай тек қана Т4-ті пустой, мысалы просто Т4-ті алып жүрсіз, а ол Т3-ке айналмайды. Сол себепте осы жетіспеушіліктер болмау керек. 2-3 ай сайын гормон тапсырып тұрып, дозасын жайлап азайтып, тек қана дәрігердің под наблюдением, дәрігердің наблюдениясымен ғана істеуіңіз керек. Себебі көп пациенттер мысалы эутироксты 3 ай ішіп, одан кейін ТТ-ге тапсыру керек десе, 3 айдан кейін тастап кете салады. Одан кейін қайтадан гипотиреоздың белгісі пайда болады. Сол себептен олай жасамаңыздар. Егер тағайындалған болған жағдайда осы дефициттер бар ма жоқ па анықтап, содан кейін осы дефициттердің орнын толтырып, сонымен қатар асқазан ішек жолдарында асқазан қышқылдығының жоғарылату керек. Егер төмен болған жағдайда өт ағымы жақсы болу керек. Сонымен қатар ұйқы без ферменттері жеткілікті болу керек. Биоритмді дұрыстауымыз керек, яғни уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру, бұның бәрі өте маңызды. Сонымен қатар менюмен дұрыс жұмыс жасауымыз керек. Біздің ағзамызға қышқылдықты көбейтетін өнімдер түспеу керек. Оның тізімі менің инстаграмымда бар. Яғни біздің ағзамыз pH балансымыз қышқылдық және сілтілік ортаға бөлінеді. Біздің жейтін тағамдарымыз да қышқыл және сілтілі болып бөлінеді. Егер сіз қышқылдық тағамдарды көп қабылдайтын болсаңыз, ол қабынуға септігін тигізеді, тез ауруға. Яғни қышқылдық орта ол ауру орта деп айтсақ болады, ал сілтілі орта ол дені сау орта. Сол себептен жейтін тамақтарыңызда менюді дұрыстау керек. Яғни аллергия шақыратын, жаңа қабыну шақыратын, қышқылдық ортасы көп тамақтарды қолданбауыңыз керек. Осы жағдайда эльтироксин, эутирокс, левотерон болсын, содан шығуға мүмкіндік бар. Мені қолдап видеомызға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.